Құрметті сіздермен, мен Маңғыстау университеті колледжінің арнайы пән оқытушысы Есенбай Шайхан. Бүгінгі біздің өтетін тақырып бұл модельді робототехника және оның құрастыру негіздері. Модельді робототехника дегеніміз бұл қозғалып қалатын роботтарды жасау және соны зерттейтін саласы таңдау. Өздігінен қозғалып ортаға бейімдеп алады. Бұл роботтардың бірнеше түрі болады. Робот шаңсорғыш, бұл бәріміз білетін, үйде тазалап жүретін робот. Және дрондар, дрон дүниеге түсіреді, бақылауға алады, және жан-жағынан ұшатын өзіндік ұшатын аппараттары бар. Жеткізу роботтары, бұл жеткізу роботтар в основном логистикаға байланысты болады. Қазіргі біздің көріп жүрген курьер қызметкерлерімен бірдей деп айтсақ та болады. Өндірістік модельді платформалардағы роботтар бұл қазіргі компаниялар фабрикадағы жасап жатырған кішігірім роботтар болып саналады. Модельді роботтардың түрлері бұл дөңгелекті роботтар. Бұл ең қарапайым және ең жылдам робот болып саналады. Олардың жасалуы және ішіндегі коды өте жеңіл болып келеді. Шынжыр табанды роботтар бұл кедергіден жақсы өтетін роботтардың бірі болып табылады. Бірақ соған сай оның ішіндегі коды оқуы өте қиын. Аяқпен жүретін роботтар бұл ең күрделісі болып саналады және ішіндегі аппараттары мен моторлары ең қымбат болып келеді. Әуе және су роботтары бұл дрон, катер немесе кішігірім яхталар болып саналады. Контроллер. Біздегі роботтардың негізгі бөліктері бұл контроллер, қозғалтқыштар, мотор, датчик және қуат көзі болып саналады. Контроллер дегеніміздің ішінде ең танымал бұл Arduino, ESP32 және RPI болып саналады. Қозғалтқыштар бұл DS және серво және ең танымал қазіргі қолданыста болып жатырған бұл сектор. Мотор драйвері. Мотор драйвері бұл в основном біздің қолданатынымыз L298N болып танылады. Датчиктер. Датчиктердің бірнеше түрі болады, бірақ осы қолданымдағы айналып жатқаны бұл ультрадыбыс және гироскоп. Қуат көзі дегеніміз бұл аккумулятор. Контроллердің бірнеше түрі бар. Жаңа айтылғандай Arduino, ESP және BRPI. Arduino дейтініміз бұл оқуға ең ыңғайлысы және қарапайым болып саналады. Кішігірім көлемде болады. Ал ESP дейтініміз бұл Wi-Fi және Bluetooth бар қуатты микроконтроллер болып саналады. Бірақ соған сай ішіндегі коды және оқуы өте күрделі болып саналады. BRPI бұл мини компьютер деп айтсақ та болады. Ішіндегі коды өте күрделі жобаларға арналған. Қозғалтқыш түрлері. Қозғалтқыштың бірнеше түрі болады. Біз білетін бұл үш түрі, бұл DS моторы, қарапайым, жылдам және арзан болып келеді. Бұған жасалатын оқу коды өте жеңіл. Серво мотор. Серво мотор дейтініміз бұрышты дәл басқарады. 180 градусқа дейін айнала алады және бұны қолданатын жерлері көбіне лифтке, қолдарды ашуға қолданады. Қадамдық мотор. Қадамдық мотор дегеніміз бұл жоғары дәлдіктегі, бірақ күрделі басқаруға ие. Оның оқылуы және ішіндегі коды өте қиын болып саналады. Мотор драйвері не үшін керек? Мотор драйвері бұл Arduinoға мотор жеткілікті ток бере алмаған кезде қолданылады. Драйвер моторға қуатты жеткізеді және бағытты басқарады. Драйвердің мақсаты мотордың ортасындағы аккумулятор мен мотордың ортасындағы қуатты азайтады. Ең танымал драйвер бұл L298N, себебі оның ішіндегі коды оқуға өте ыңғайлы. Ал екіншісі TB6612 бұл тиімді және аз қызады. Құрастыру кезеңдері қалай болады? Қадам бойынша біз бірінші шассиді жинаймыз. Шасси дегеніміз бұл дөңгелектерді жинап, моторларды бекітеміз. Дөңгелектерді орнатқаннан кейін контроллер мен драйверді ауыстырамыз. Сымдарды қосып, қуат көзіне бекітеміз. Аккумулятор бекіткеннен кейін бағдарламамен оны тестілеуге көшеміз. Роботтың жұмыс алгоритмі қалай болады? Блок схемамен бірінші бастау болады. Бастау датчиктен мәліметке қарай ауысады. Мәлімет оқылғаннан кейін кедергі бар ма, жоқ па деген сұраққа жауап алынады. Кедергі болса, демек ол тоқтап құрылады. Ал кедергі жоқ болған жағдайда алға қарай жүре береді. Дәл осы блок схема қайтадан оқыла береді. Жиі кездесетін қателер. Мотордағы Arduinoға тікелей қосқан кезде, көбіне драйверсіз қосылған кезде қате көп болады. Және қуат жеткіліксіз болған жағдайда робот жүрмей қалады, немесе аккумулятордың
просто күші жетпей қалады. GMD-ні ортақ қоспаймыз. GMD дейтініміз бұл топтар замыкание бермес үшін қосылатын кішігірім мотордың бір түрі деп те айтсақ болады. GMD ортақ қосылмаған кезде замыкание болған жағдайда ауыр жүрмей қалады. Сымдарды қате жалғаған жағдайда және шассидің ауыр болуы. Шасси ауыр болса, орнынан қозғалмай қалады. Сабағымыз аяқталды.